Назик көк арнасына қош келдіңіздер. Жылқының соғымы келіп, жылқының қарын қартасынан дәмді деликатес жасап көрсетейін дедім. Бұл қарыннан жасалған рулет пен ет салынған қартаны суықтай да, ыстықтай да жеуге болады. Сорпасы да мөп-мөлдір, дәмді, құнарлы болып шығары сөзсіз. Алдымен дұрыстап тұрып, қарта мен қарынды 3-4 рет суға іші сыртын шайып аламыз. Сосын тұз бен лимон шырынын сығып, 2-3 сағат суық суға жібітіп қоямыз. Осы жолмен иісі мен шырышын кетіреміз, кейін ысқылап, тағы ағыл судың астында тазартып жуып аламыз. Енді қарын мен қарта тап-таза болды, дәмді деликатес жасауға болады. Қарынды ас үй қайшысымен бөліп аламыз. Еттерді ұзыншалап турап, сарымсақты майдалап, қара бұрышпен бұрыштап, тұзбен тұздап, етке сіңдіріп маринадтаймыз. Қарынды әдемі ғып төсеп, қарнымызға қалауыңызша паприка, қара бұрыш, тұз себеміз. Үстінен маринадталған еттен бір келкі ғып төсеп шығамыз. Мен мұздатқыштан шыққан қызыл бұрыштан салдым, жалпы бұрышты ұзыншалап, турап салсаңыздар болады. Енді қарынды орама рулет қылып ораймыз, және жіппен ашылып кетпейтіндей орап, байлап шығамыз. Бұл рулетті тоңазытқышқа сақтап, қонақ келгенде де асса болады, немесе сол мезетте асып жесе болады. Осы маринадталған еттен аз-маз ет қалды. Мен оны қартаның майына орап салайын деп шештім. Сондай әдіспен қалауыңызша дәмдеуіштер себеміз де, етке ораймыз да, тіс шұқығышпен түйреп қоямыз. Қарта жылқы етінің ең кәделі мүшелерінің бірі. Бұл қартаны да тоңазытқышқа сақтап, кейінде қонақ келгенде асуға болады.
ыстықтай да суықтай да ұсынсаңыз болады. Мен қарын мен қартаны суық суға салып бір қайнағаннан кейін көбігін алып, тұзын тұздап қақпақ астында 3 сағаттай бабымен баяу отта ақырын қайнаттым. Сүзіп алғаннан кейін ыстықтай да кейін суық тіске басар ретінде суықтай да дастарханға ұсынса болады. Сорпасы да құнарлы, пайдалы және мөп-мөлдір дәмді болып шығады. Тоңазытқышқа салып, ертеңіне кескенде оңай кесіліп, дәмі сіңіп, нағыз деликатеске айналды. Егер бейнем ұнаса, қиын болмаса сақтап, пікір жазып тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.